Баршаңызға қайырлы күн. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін дәстүрлі Наурыз көжесіз елестету мүмкін емес. Бұл күні әрбір үйде қазан оттан түспей, уыз қатырылып, сорпа сапырылып, Наурыз көже дайындалады. Ең алдымен қазанға салқын суды құямыз. Сусыз тіршілік болмас. Сондықтан Наурыз көженің де негізі су болып табылады. Өмір өзен, ұрпақ өрі судай асып тасысын деген ниетпен қосылған. Қазақтың ең жақсы көретін негізгі ас дәндерінің бірі ет. Наурыз көжеге қазақтың төл асы ет қосылады. Ұзын сарыға сақталған сүретті қазан толсын, ас мол болсын деген ырыммен тұтастай Наурыз көжеге салып, бүркілдетіп, қайнатып пісіріп аламыз. Еттің бетіне шыққан ақ көпіршіктерді міндетті түрде алып тастаймыз. Шұжық салған болсаңыз, міндетті түрде беткі жақтарын тесіп алған дұрыс. Келесі біздің етіміз дайын болғанға дейін арпа, тары, күріш секілді дәнді дақылдарымызды бұқтырып дайындап қоямыз. Қайнап тұрған ыстық суды бетінен асырып құйып қоямыз. Бетін бірден тарелкамен жауып, шамамен 2 сағатқа дейін бұқтырып қоятын боламыз. Дәнді дақылдар бұқтырылғаннан кейін бірнеше рет салқын сумен жуып салып аламыз. Келесі ұнның массасын дайындаймыз. Оған 2 ас қасық ұнды салып, үстінен салқын сумен араластырамыз. Міндетті түрде салқын су болған дұрыс. Содан соң барып венчикпен араластырып аламыз. Егер де сізде былғауыш, яғни венчик болмаса, шаңышқымен де араластырып, осындай бір келкі масса шығарсаңыз болады. Бізде бір келкі масса шықты. Үстінен сәл су құйып, кішкене сұйықтау қылып алған дұрыс. Сонда біздің сорпамызға құйған кезде іртік болып қалмайды, яғни түйіршіктеліп қалмайтын болады. Осындай бір келкі түйіршіксіз масса болуы қажет. Салқын сумен құйсаңыздар, осындай бір келкі болып шығады. Біздің етіміз дайын болды. Сорпадан алып алатын боламыз. Келесі сорпаны міндетті түрде сүзгіден өткізіп алған дұрыс. Сонда сорпа мөлдір түсті болып шығады. Ырымшыл қазақ халқы әу бастан киелілікке, қасиетті сандарға мән берген. Сол себепті бұл тағамды 7 түрлі тағамнан жасап, молшылық береке болсын деп ниет еткен. Келесі үшінші дәміміз арпа. Арпа денсаулыққа өте пайдалы дәнді дақылдың бірі. Келесі төртінші дәміміз күріш. Күріш бір тамырдан өсіп өнген дәндей ұрпағымыз көп болсын деген ниетпен қосылған. Арпа мен күрішті 10 минуттай қайнатып аламыз. Келесі қосылатын дәміміз ұн. Ұнды біз алдын ала суға езіп дайындап алдық. Ұннан жасалған тағамдардың бәрі ақ дастарханымыздың қақ төрінде шаңырақтың отағасы секілденіп жайғассын деген ырыммен қосқан екен. Ұнды қосқан кезде бір келкі етіп, бірден араластырып тұрып құйған жөн. Сонда біздің сорпамыз түйіршіктеліп қалмай, жақсы, әдемі пісіп шығатын болады. Бір айта кетерлігі, ұнды көп қоспаған жөн. Ұнды көп қосса, біздің сорпамыз қою болып кетеді. Дәміне қарай тұз саламыз. Арпа мен күрішті 30 минут көлемінде пісіріп, одан соң ұнды массамызды қосып, содан кейін барып тұзымызды қосамыз. Бір келкі етіп осылай қайнап шығуы қажет. Келесі қосылатын дәміміз тары. Тары ұзақ мерзімге сақталатын құнды дақыл. Халқымыз жауынгер дақыл деп те атаған. Бағалы да, құнарлы дақыл. Адам ағзасына күш-қуат, керекті дәруменді беріп, емдік қасиетімен бірге денсаулыққа пайдасы зор дақыл. Тары 5 минуттың ішінде пісіп дайын болады. Сол себепті ең соңында бірақ қосқан дұрыс. Келесі піскен етімізді майдалап турап алып, біздің дайын сорпамызға қосамыз. Наурыз көжеге белгілі бір тағам түрін қосу керек деген арнайы қағида жоқ. Әркім қолындағы бар азық-түлігіне қарай жасай берсе болады. Тіпті кейбір кісілер көкөністер, жемістер те қоса береді. Дәм саны 7 болса болғаны. Біздің дәнді дақылдарымыз пісіп дайын болды. Келесі етімізді салатын боламыз. Ет толықтай піскендіктен еш қайнатпай 1-2 араластырып жіберіп, бірден оттың астын басып, оттан алған дұрыс. Мінекей біздің наурыз көжеміз пісіп дайын болды. Енді бөлек ыдысқа құйып алып, үстінен сүзбе құрт немесе тұтастай құрт болатын болса, жұмсақ құртты осылай сорпаға езіп алып, біздің наурыз көжеміздің үстіне құятын боламыз.
Құрт әлсіз аурушаң адамдарға күш-қуат беретін пайдалы тағам. Бұл астың қуат көзі болсын, ел қуаты нығайсын, денсаулығы берік болсын деген ырымға негіздесе керек. Қазақтың ұлттық тағамдарына кіретін құрт та көженің дәмін келтіріп ерекшелендіреді. Мінеке біздің наурыз көжеміз осымен дайын болды. Көжені арнайы бір ыдысқа осындай ағаш немесе кесеге толтырып құйып береді. Бұл жаңа келген жылдың несібесі ортаймасын дегенді білдірген. Әрі сол құйылған көжені тауысып ішу керек. Тауысып ішпеген жағдайда ырзығы кем болады деген сөз қалған. Бұрынырақта әйелдер өздерімен ыдыс ала жүрген екен. Әр үйден көже құйып алып, өз үйінің қазанындағы көжеге қосқан. Бұл дәм тұзымыз араласып, ынтымақ бірлігіміз нығайсын. Көже секілді мидай араласып, көжедей дәмді қатынаста болып жүрейік деп ырымдаған. Біріміздің ырысымыз бірімізге жұғысты болсын деген үлкен ұғымды білдірген. 7 түрлі дәм қосылған су, ет, арпа, тары, күріш, құрт, ұн қосылған біздің наурыз көжеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.